Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Меруерт. Бүгін сіздермен бірге творогтан тәтті тіске басар дайындайтын боламыз. Бұл өте берекелі, яғни бір иілген қамырыңыздан шамамен 50 данасы шығады. Керекті заттарды описание бөлімінен табасыздар. Бірінші, ұнды және разрыхлительді електен өткізіп алып ыдысқа саламыз. Бар болса ванилин қоссаңыз да болады. Кейін оның үстіне маргаринді саламыз. Маргариніңіз холодильниктен жаңа алған болсаңыз, онда теркадан өткізіп салыңыз. Басқа бөлек ыдысқа кефир немесе айран, құмшекер, ванилин, ас содасы, тұз және жұмыртқаны салып араластырамыз. Оны жақсылап араластырып, бағана дайындап қойған ұнның үстіне құямыз. Кейін осы қосындыдан қамыр илеп бастаймыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Кейін оны жарты сағатқа холодильникке алып қоямыз. Енді ішіне салмасын дайындаймыз. Творогқа құмшекер, жұмыртқаны салып араластырамыз. Кейін үстіне ұн және лимонның цедрасын саламыз. Жоқ болса, ванилин қоссаңыз да болады. Холодильникте тұрған қамырымызды алып, аздап осылай видеодағыдай етіп жаямыз. Кейін қамырды 4 бөлікке кесеміз. Қамырдың 3-еуін бір шетке алып қойып, 4-шісін оқтаумен ұзынына жаямыз. Негізі осы тәттінің сыры ванилинде деп айтып жатады. Осыған турецкий ванилин қоссаңыздар өте керемет болады екен. Бала кезінде осы тәттіні кім жеп көрді? Комментарийға бөлісіп кетіңіздер. Қамырды ұзынша 4 бұрыш формасында жайып, артық жерлерін кесіп бастадық. Енді қамырдың төменгі бөлігіне творожный массадан ұзыншасына салып шығамыз. Ұзыншасына салып, творогтарды тегістеп болғаннан кейін, оны ортаға қарай бүгіп бастаймыз. Аккуратны және әдемі түрде видеодағыны қайталаңыздар. Кейін қамырды 3-4 сантиметрдегі ұзындықта кесіп аламыз. Енді противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп, кесілгендерді теріп салып шығамыз. Үстіне жұмыртқаны жағып, алдынан қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Үйде творогтан не пісіреріңізді білмей жүрсеңіздер, осы рецептке қарап отырып, мына тәттілерді пісіріп көріңіздер. Өте жұмсақ, иісі керемет, әрі көпке жетеді. Балаларыңыз қуана-қуана жей береді. Егер рецепт видеом ұнаған болса, сіздерден бір лайк күтемін. Келесі видеомды жіберіп алмау үшін маған подписация етіп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпа.